Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз әңгіме және композиция. Әңгіме дегеніміз оқиғаны қара сөзбен баяндайтын шағын көркем шығарманың жанры болып табылады. Әңгіменің көлемі шағын, кейіпкерлер саны аз болады. Онда адам және оның өміріндегі аса маңызды деген оқиғалар жинақы беріледі. Композиция дегеніміз жалпы латын тілінен алынған құрастыру, қиыстыру деген мағынаны білдіреді. Көркем шығарманың құрылысы. Ол оқиғаның басталуы, байланысуы, шиеленісуі, шарықтау шегі мен шешімінен тұрады. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше біздің YouTube каналға жазылуды ұмытпаңыздар.